Тылсым. Екінші бөлім. Авторы Мәди Айымбетов. Ерсілі-қарсылы дамылсыз қозғалысқа түсіп, күнделікті тіршілігінен айнымаған үлкен көшенің шегінде жарты күн бойы телмірген Нұрсейінге сол күні түс ауа табан астынан жалдама нәпақа жұмыс табыла кетті. Сайрамнан келген түрі өзбек, сөзі қазақ, құтын қаққан егі көктіқұл базаршы салған жерден егін қағып, оған өзінің ескі танысынша сөйлей жөнелді. Шың пісіп тұрған сияқты ғой інім. Бір мәшін жүзім, шабдалымды түсіріп бер. Еңбегіңді жемейм. Ақшалай алсаң ақшалай, әйтпесе жүзім шабдалымен есеп айырсайын. Қалағаның болады әйтеуір. Көңіл тыныштығын бұзған мазалаң ойдан сәл де болса, сейілгісі келген Нұрсейін онымен саудаласып жатпады. Келістік деді деп пысық базаршыға қолын ұсына салды. Көп саудаласпайтын арзан жүкшінің табылғанына қуанған базаршы жүгіріп барып, 3 тонналық газик мәшинесінің кабинасын ашып, әуелі Нұрсейінді отырғызды. Жан бағып қатын баланы асыраудың қамымен жаз болса, осылай ел кезіп кетеміз, деді кабинаға жайғасып, мәшинесінің кілтін тез-тез бұрап, от алдырып жатқан базаршы. Сайрам мен осы қаланың екі аралығында күндемей, түндемей, талай мыңдаған шақырымды айналдырған болармын. Міне, біздің жағдайымыз осындай інішек. Нұрсейін оның өз жағдайынан хабардар етіп айтқан сөзіне пәлендей мән беріп жатпаса да, естіп отырмын дегендей сыңаймен басын болар болмас изеп қойды. Ал өзің өстіп, әркімге жалданып жұмыс істеп жүргеніңе көп болды ма, деді базаршы Нұрсейінге бір түрлі мүсіркеген жүзбен қарап. Менің де бір жиенінім қаладағы жұмысы қысқарып, сенделіп бос жүр. Тым болмаса сен құсап жалдамалы жұмысты да іздемейді. Арланат, жоғары білім бар дейді. Құдай-ау, жоғары білім болғандығы үшін бүгінде оның аузына әкеліп, мә, жей ғой деп кім нан салып береді? Соны да түсінбейді. Қайтерсің енді? Ауылға келіп, жүзім, қауын, қарбыз егіп ек? Оған да көнбейді. Қара жұмыстан қолым шығып кеткен деп, ат тонын ала қашады кеңкелестеме. Ойбай-ау, сөйдеп жанды күйдіреді. Қауындықтың ішінде мұрнының боғы бұрқырап ұйықтап жататын ауылдың кешегі қара сирақ еді. Енді қара жұмысқа икемі жоқ қаланың адам бола қалыпты. Бүгінгінің жастарын түсінбеймін осы. Жиеніне көңілі толмай, базарға жеткенше күйіп түсіп орнында қопаңдап отыра алмаған базаршының тез тұтанып, өрекпіген мінезінен Нұрсейіннің күлкісі келді. Бір жағынан оның айтқанын іштей мақұлдап та отырды. Бірақ оның проблемалық әңгімесіне өз тарапынан артық ауыз сөз қоспай үнсіз тыңдай берді. Өзің ойлаш, есі дұрыс еркек қатынын таңның атысынан кештің батысына дейін базарға сауда жасауға жіберіп, үйде әйелдің орнына тамақ пісіріп, кір жуып отыра ма? Ұятай, намыс қайда, ар қайда? Мына сен де ауылда өскен бала шығарсың, түріңе қарағанда жүрсің ғой міне. Таңның атысынан күннің батысына дейін қара жұмысқа жалданып, тым болмаса сөйтпей ме екен? Базаршының мына сен де ауылда өскен бала шығарсың деген сөзі Нұрсейіннің жүрегін шым еткізіп, манағы беймаза алаңнан толық арыла қоймаған ойына кеп-кеше ғана балалық өткен сонау қияндағы, бұйығы ғана тіршілік кешкен ауылын еске салып, көңіл сарайын сағыныш толқыны тербеп жіберді. Нұрсейіннің әкесі Саятқұл жылқышы үрім бұтағынан бергі ата кәсібін жас 60-тан асып 70-ке таянғанша тастаған жоқ. Қысы-жазы жылқының соңында үдіре көшіп жүрді. Үлкен ұлы өзі сияқты момындау, жер қозғалмаса өзі қозғалмайтын Дәуірбекті ғана осы кәсібіне бейімдеп, қасында әуелі көмекшілікке ұстап, жасы ұлғайған кезде бас жылқышылықты соған берді. Мектептен соң 2 жыл әскерге барып келген оны үйлендіріп, бірден жылқы бағуға салды. Кемпірі Задаш қолына қырмызыдай сымбатты, мінезі жібектей есілген келін түсіргесін шалының құлағын жеп, балаларды интернаттың көжесімен көк құрсақ етпей орталыққа барып, үй салып, ел құсап орнығайық деп Құдайдың құтты күні айта беретін қыңқыл сөзін сиретті. Қолы ұзарып, үнемі көшіп қонып жүретін, үйдің ішкі тұрмыс тіршілігінің бірқатар шаруасынан босаған ол орталықта мектепте оқып жатқан балаларына жиі қатынайтын болды. Шешесінің, әкең осы қыстан соң жылқыны тастайды, орталыққа көшіп барып, сендерді оқытамыз дегенін естіген сайын Нұрсейіннің қабаға түсіп кетіп еді. Жылқы баласын ес білгелі қаршадайынан жақсы көретін Нұрсейін үшін әкесінің жылқыдан кетуі өмірдің бар қызығынан ада-жұда жыраумен тең еді. Ол жазды тағаты қалмай сарғая күтетін, 6 ай қыс бойы интернаттың сағатпен жүріп тұратын, тәрбиешілердің бақылауында болатын бір сарынды шектен тыс дұрыс өмірінен жалыққан Нұрсейіннің жайлауға, жылқышы ауылдың жазғы қосына жеткенше дегбірі қалмайды. 8-ші сыныпты тамамдаған, әрі бір жасқа есейген Нұрсейін
Жылдағыдай емес, өзін ересек адамдай ұстауға тырысты. Дәуірбек пен көмекші жылқышы Қасымәлінің қасына еріп, жылқының күзетіне де әкесінен сұранбай шығатын болды. Бір күні кеште шай үстінде үйдегілердің төрт көзі түгел отырғанда: «Өсіп қалыпсың балам, жігіт болып. Өзің мінетін тәуірлеу аттаңда жылқының ішінен. Тай құнан мініп шапқылайтын кішкентай емессің. Ертең ана құлақ асқа айғырдың үйіріндегі жорға күрең бестіні ұстап, жүген кигізіңдер», деді әкесі. Таралып, кекілдің орнына шаш қойып, өзінше жігіт қалпына түсіп қалған ұлының келбетіне күлімсірей қарап отырып: «Құнан кезінде жуасытылып, мініске көп салынбаған неме әлі асаулау болар. Алдымен Дәуірбек бірер күн өзін қақпайлап, жөнге салып берер». «Өзім-ақ жөнге салып алам, көке, қорықпаңыз», деді әкесінің сөзіне танауы делеңдеп кеткен Нұрсейін. «Енді мені кішкентай бала емессің деп отырған жоқсыз ба өзіңіз?» Ұлдың сөзіне не айтарға білмей тосылған Саятқұл басын шайқап күле берді. «Апыр-ай балам, әкеңді сөзден ұстадың-ау осы жолы. Бірақ бұл менің сақтығым ғой. Жылқымалы мінезді келеді. Өзі шалдуарлау әрі бұла жүрген ат, сені жатырқап, тулап, үстінен аударып тастап, мерт қылып жүреме дегенім еді». Көп үндемейтін Дәуірбек інісіне көзінің ұшымен бір қарап қойып: «Ертең ұстағанда көрерміз», деді де шайын асықпай сораптап ішіп отыра берді. Саятқұл да кіші ұлының талабын мұқалтқысы келмей: «Иә, әуелі ұстап, басына жүген салып көресіңдер ғой», деді. Қостың көлеңкесіндегі ағаш сәкінің үстіне салынған төсекте жалғыз жатқан Нұрсейін сол түні жұлдызы жыпырлаған аспанның қара барқын күмбезінен көзін алмай, ертең күреңді жүгендеп мінетін әсерлі сәтті неше түрлі қиялмен құбылта ойлап, көпке шейін ұйықтамады. Ертеңіне ұлы сәскенің кезінде жусаған жылқының арасынан Дәуірбек пен Қасымәлі құлағасқа айғырдың үйірін табынның шетіне қарай айдап шығарып, күреңге бұғалық салды. Еркіндікке бойын әбден үйреткен, сауыры теп-тегіс болып, жылтырап семірген омырау, жалы биік күрең алғашқыда тарпып, шапшып бұлқына түсті де төртпақ қайратты Қасымәлінің жер табандап шірене тартқан қыларқан бұғалығының тұзағынан тырп ете алмай қалды. Танауы пырпырлаған күрең ат бұғалық тартылып, қысқарған сайын аяғын бір басып, екі басып, үргелектеген күйі Қасымәліге қарай жақындай түсті. Қолынан оқталайтын кендір арқан алып, Дәуірбек күреңге жақындай түсті. Нұрсейін де оның соңынан ілесе жүрді. Өн бойы дір-дір етіп, басын кегежеңдетіп, шегін шектеп, бұлталаңдай берген күрең жалына Дәуірбектің қолын тигізбей біраз әуреге салды. Қасымәлінің мықтап ұстаған қыл арқаны дәл қылша мойнына дейін қысқарған кезде ғана ол басын еріксіз ноқтаға кигізді. Нұрсейін Дәуірбектің тым-тырыстанып қимылдағанына жыны құрыстады. Жылы сөйлегенді малакеш малдан ататын білсе де, өзінің сол үндеместігіне бағып тұрған ағасының мінезіне шыдамай кеткен ол: «Күрең, күрең, күреңім менің», деп мейірлене сөйлеп, ноқталы басын шұлғылап, жүгенделгісі келмей осқырынған күреңге еркелете қолын соза берді. «Тоқта былай, үркітесің», деп мұрнының астынан күңк ете қалған Дәуірбек оны қақпайлағысы келіп еді, күреңнің тер жуып кеткен мойнын алақанын жайлап тигізіп үлгерген Нұрсейін ағасының қарсылығын елеңде қылмады. Күрең құлағын бірер қайшылап, жұп-жұмсақ алақанның өзіне жанасуынан өн бойындағы діріл азайып, мейірленген Нұрсейінге бәлендей үркектемеді. «Күреңім, күреңім, ақылдым», деп қолын оның жалына апарып, ақырын-ақырын сипалай берген Нұрсейінге күрең сәл мойнын ие түсіп, пысқырынып қалды. Аздан соң ол Дәуірбектің қолынан жүгенді алып, оның басына ептеп кигізді. Қасымәлі бұғалықтың тұзағын босатып, ноқталық ұзын арқанды қолын алды. Манадан бері осқырынып, жалына қол тигізбеген аттың қасына Нұрсейін жақындағанда сиқырланып қалғандай, біртін-біртін жуаси түскеніне Дәуірбек басын шайқап, күлімсіреп тұрды. «Жылқымалының адамның көңіл күйін, қасқабағын бағатын осы сезімтал қасиетін ай шіркін». Қолдың күшін салып, үнсіз томырлаған екеумізден ытырынып тұрған күрең Нұрсейін қасына жақындағаннан жуасып сала берді міне, деді ақ көңіл Қасымәлі күрең атқа да, Нұрсейінге де ырза болғанын ақтарыла айтып. Үрке соқтап, құлағын қайшылағаны болмаса, күрең ат Нұрсейінді көп әуреге түсірген жоқ. Жалынан тарта ұстап, үстіне қарғып мінген оған шалыс тарпаң мінез көрсетпеді. Қыңырайған күрең әуелі аяғын ойқастай басқанымен, аздан соң Нұрсейіннің еркіне бағына берді.
Сарадырдың баурайындағы кең көсілген жазыққа қарай шығып, күреңнің тізгінін жіберген Нұрсейін омырауын қарсы аққан желге тосып, қиқулай жөнелді. Құлағының түбінен маңдайға ұрған жел, гулете күреңнің жалын құшып, жүйткіген оның шаттығында шек болмады. Күрең де осындай шабысты сағынғандай, аяғын көсілте салып құстай ұшты. Даланың жазира кеңістігі құшағын аша түскен сайын, жүйрік аттың тынысы ашылып, жер апшысын қуыра берді. 2-3 күнде әбден бас білдіріп алған Нұрсейін сол жазда күрең бестіге әбден бауыр басып кетті. Жазғы демалыс аяқталып, Нұрсейіннің интернатқа қайтар кезінде Саятқұл күреңнің арқасын ерден босатып, жылқыға қайтадан қостырып жіберді. Сол жылғы қыс ерте түсіп, құмбелде өмірі болмаған боранды қысқа ұшыраған жылқы табынынан жалғыз құла қасқаның үйірі үстірт асағып кетіп, бүйідей тиген аш қасқырларға 2 бие, бірер жабағы мен күрең жем болды. Күреңнің өлімінен Нұрсейіннің қатты қамығып жылағаны есінде. Әкесі көзі жасаураған Нұрсейінді жұбатып, «Балам, бұйырмаған малға өкінсең де жылама. Өмірің алда, әлі талай атқа мінерсің» деген еді-ау сонда. Нұрсейіннің еншісіне одан соң ешқандай атқа міну жазбады. Мектепті бітіре салысымен қалаға оқуға кетті. Институттан соң ауылға оралмады. Қалада қалып, аз-маз жұмыс істеді. Ең ақырында міне қазір. Осы бір мезетте ауылды сағына есіне алып, ойға шомған Нұрсейін өзінің мына қаланың араның ұясындай гу-гулеген базардың ортасында тұрғанын ұмытып, өзгеше бір әлемнің ішіне осылайша бір еніп шығып еді. Сайрамнан келген базаршыдан қалтасына азын-аулақ тиын-тебен түскен ол, кешке үйіне қайтып келе жатып, ертеңнен бастап даңғылдың басқа тұсынан, қала орталығынан шеткерірек жерінен орын іздеуге бекінді. Бұдан былай қайткенде де ақ сұр Ауди мінгендердің көзіне енді қайтып түспеу керек. Бар болғаны осы. Оп-оңай шешімнің осылайша табан астынан табыла кеткеніне ол бір сәтке кәдуілгідей сергіп қалған еді. Енді міне, көңілін жабырқатқан сол ласта сұмдық істі бейуақта тағы да ойына түсіріп, соған қалайша қазір оп-оңай бірақ кесіп тәуекел еткен өзі де бір сәт пайымдай алмай қалды. Бәлкім, бұл оның тосыннан жасаған оңай шешімі, оңай тәуекел емес, болашақ перзенті үшін, күнім саясы үшін өзінің әділетті болмысын қиянат құрдымына бір рет қана құрбан етуі болар. Бір-ақ рет бар болғаны. Содан соң өзінің сондай іске араласқанын мүлде ойынан шығарды. Ол таң бозарғанша ұйықтаған жоқ. Таң бозарғанша оймен арпалысты. Қалың ұйқының құшағында жатқан адамдай болып, Күнімсаяның тыныш ұйқысын аялады. Күнімсаяда бірақ тынши алмаған, ұйықтамай жатқанын Нұрсейінге сездірмеуге тырысты. Не қылған жауапты іс, не қылған көп ақша бұл өзі. Бір жаққа барып келген үшін соншалықты көп ақша төлейтіні қалай? Кімдер олар? Анталап келген мазалың ой көмейінде тұншығып, демін үздіге алды. Кіндік тұсы осы мезет түйіле түсіп, нәресте болмыс бұлқынып қалды. Көңіліне бейуақта еніп, тыншу бермеген секемшіл ой құрсағындағы нәресте болмыстың да құйттай жүрегін лүпіл қақтырып жатқанын Күнімсая қапысыз сезініп, түйсініп жатып, таң алдында ғана көз ілінді. Күн табағы жаңа ғана аспан шетіне иек артқан, сарала көлеңке кезде Нұрсейін ұйқыға пісіп жатқан Күнімсаяны оятып алмауға тырысып, орнынан жайлап қана тұрды да, аяғының ұшымен басып кіреберіс дәлізге шығып, сыртқы есікті шалқасынан ашып тастады. Таудың таңғы шақтағы тұнықта сабат ауасы түнді ұйқысыз өткізген, оны дел-сал күйден сәл де болса сергіткендей. Жалаң аяқ бақ ішіне кірді. Шықтан суланған сап-салқын майса шөп табанның астына жібектей сусыды. Кеудесін кере тыныс алып, қос қолын аспанға тік созып, мұнарсыз тым-тымық көкке шалқалай көз тастады. Өн бойын жеп-жеңіл әсер билеп, жан дүниесі әрі-сәрі мазалаң күйден бір сәтке арылып, тамылжыған рахат тыныстың құшағына шомды. Табиғаттың осы бір кіршіксіздігімен үндескен сәтте ол көңіл қиялын биікке өрлетіп, мына дүниенің пенделік барлық қам-қаракетін, уайым мұңын ада-жұда ұмытты. Өзінің бүгін қандай іске қадам жасағалы тұрғанын да есінен шығарды. Мәңгілік көк аспан барда, жер ғаламның осынау бір аясында, мәңгілік кіршіксіз табиғат барда, екеуін аялаған мәңгілік махаббат сезімі барда, оның Күнімсаямен бірге бақытты ғұмыр кешпеуі
мүмкін емес. Bir күнгі тірліктің уайым қиындығын уақыт әлі-ақ ұмыттырар. Жанын сергіткен таңғы ауаның тымықта тұнық керім самалына рахаттанып, көзін жұмған күйде шексіз тып-тыныш тұра бергісі келген ол, қасына аяғын сыбдырсыз басып, Күнімсаяның келгенін бірден аңғармады. Оның ып-ыстық білегі өзінің білегіне жұп-жұмсақ болып тиген кезде ғана Нұрсейін селт етіп көзін ашты. Жаным, соншама неге ерте тұрып кеттің? Сенсіз ұйқымның келмейтінін қайтып білмейсің, Нұрым. Ал мен сені ұйықтасын деп, мені тыныш ұйықтасын десең, миллион берем десе де, ешқайда бармай-ақ қойшы. Мына үйде жалғыз қалудан қорқам, білесің бе? Өзімнен өзім әлденеден үрейленіп, тынышсыз ұйықтамадым. Бармашы, жаным. Онан да ауылға кетейік. Өткенде ауылды, даланы, жылқының қосында өткен балалық күндерімді сағындым деп едің ғой. Кетейікші мына сұмғаладан. Күнімсая басын оның кеудесіне қойып, жылап жіберді. Кетейікші, ол жақта да бірдеме етіп күнімізді көрерміз. Нұрсейін оны құшағына қысып, шашынан иіскеп, жасы мөлтеңдеген көзінен сүйді. Кетеміз, күнім. Енді бір күнде қалмаймыз бұл қалада. Сен де мен де ауылда тудық қой. Біздердің перзентіміз де ауылда дүниеге келсін. Жыламашы. Мен сені еш уақытта, ешқандай жағдайда да жалғыз тастамаймын. Сен жалғыз болмайсың. Біз екеуміз мына күндей, мына жердей мәңгілік біргеміз. Кетеміз бұл қаладан. Бірге кетеміз. Міндетті түрде кетеміз. Жолға ептеп қаражат жинап алайын. Бірер апта кідіріп, жарай ма, күнім? Күнімсая жасты көздерін күлімсіретіп, өксігін баса алмаған күйі басын изеп, тек түндегі айтқан әлгілеріңе, көп ақша берем дегендерге жолай көрмеш, өтінем, деді. Нұрсейін мойнынан бір батпан зіл түскендей сезініп, таңғы самалға желпінген көңілі сәл сергігендей болды. Үлкен даңғыл бойындағы күндегі тұрағына ол бүгін алабұртқан көңіл күймен келді. Оның серіктестері бір-бірін жалдамалы тірліктер арқылы ғана бөліскен, көше табыстырған тағдырластар ауылдан келіп, бірі институт, бірі техникум бітіріп, кезінде әртүрлі жұмыс істеген азаматтар болатын. Енді үлкен қаладағы тіршіліктерінің арқауы, жұмыс орындары жабылып, олар да Нұрсейін сияқты қаңғырып, амалдың жоқтығынан көше бойын жағалап, телміруге мәжбүр болып қалғандардың санатынан еді. Араларындағы ең жасы әрі өмірдің ыстық суық төсінен көп өтпеген Нұрсейінді олар адалдағы кішіпейіл елгезектігі үшін жақсы көретін. Төрттік топтың басшысы, араларындағы ересегі, жасы 40-тан асқан тұлғалы келген кесек бітімді Сейіткемел алғашқы танысқан кезден бастап-ақ оны ер көңілді, ашық жарқын салдырлақ мінезімен баурап алған болатын. Көше бойында тұрған бұлардың әрқайсына ілкімде жалтаң-жалтаң қарап, өзімен өзі бойығып жасқаншақтай берген Нұрсейінге ол, «Әй бала, сен өзің байқайым, бұл араның ыстық суығына әлі көндікпеген сары ауыздау неме сияқтысың. Неменеге бізден шеттеп бүгежеңдей бересің? Кел, жақында бермен», деді даусын зілді шығарып. «Әлде біздерді өңшең, мажан топай деп менсінбей тұрмысың? Бізде келін болғамыз, бетімізді ашқанбыз дегенде, бізде кезінде болардай-ақ болғамыз. Кел, бермен танысайық. Мен Сейіткемел деген қазақ болам». Саусақтары арса-арса, сары жағал болып мүйізденген, жалпақ алақанын Нұрсейінге алдымен өзі ұсынған Сейіткемел оның қолын алып жатып, «Бәрекелді, міне, енді таныс болдық. Ныспыңды, әдемі екен өзіңнің. Нұрсейін, нұр және сүйін. Демек, нұрға қарап сүйсіну деген сөз болып шығады ғой, деді аржайлана күліп. «Нұрдан басталған аттың бәрі керемет қой. Көктің нұры дейді ғой қазақ атам. Шөліркеген жерге жауған көктем мен жазғын өсерді жаңбырды. Алдағы күннен үміт күткенде оны нұрлы болашақ дейді. Бар жақсылықты нұрмен байланыстырған дархан жүрек қазағым-ай». Өзінің атына қатысты өстіп толғанысқа түскен Сейіткемелдің мінез қылығы Нұрсейінге жасандылау, қораштау көрінген еді сонда. Бірақ таныса, білсе келгенде, оның етене табиғи болмысы осындай екеніне көзі жетті. Сүйсінсе асқақтап, күйінсе таусыла сөйлейтін бұл адамның құбылысын ол тап сол қалпында түсінетін болды. Жұмыс қолын іздеп келушілермен топтың атынан келіссөз жүргізетін оның айтқаны
бұларға бұлжымайтын заң. Жігіттер, мына кісінің шаруасына шұғыл көмектесіп жіберу керек. Кеттік десе, бұлар да бір ауыз қарсылық жоқ. Оның бастаған жағына қарай жүре береді. Еңбек ақыны да ол қылдай қылып әрқайсысына теңдей бөледі. Сейіткемел орталарында барда бұлар алаңсыз. Әсіресе Нұрсейін оны ерекше арқа тұтып жүреді. Таңертеңгісін кейде Сейіткемел әлде қалай кешігіп жатса, ол кәдімгідей алаңдап тұрады. Бүгін де міне көше бойындағы тұрағына жападан жалғыз ерте келген ол Сейіткемелді алаңдай күтті. Қарсы беттегі аялдамаға кеп тоқтап жатқан автобустардан түскен жұрттың арасынан ол Сейіткемелді іздеп таба алмай дегбірсіздене берді. Өстіп тұрғанда Сейіткемел қайдан шыға келгені белгісіз, оның ту сыртынан келіп қапсыра құшақтай алды. Күректей алақанымен Нұрсейінді арқасынан қағып қойып, үнемі әзілдеп сөйлейтін дағдысымен: қалайсың ақсүйек бауырым? Бүгін тағы да ертелетіп қалыпсың ғой. Еш ауа бір жөні болар Құдай қаласа. Үнемі көше телміріп тұра бермеспіз. Әлі ақ жағдайымыз оңалар деп темекіден ұстанып, сарғайған сойдақ тістерін көрсете, аржайы күлімсіреп қойды. Бүгін өзің бір түрлісің ғой. Бірдеңеге алаңдалусың ба? Күндегідей ширығып тұрмайсың ба жалындап? Божырағандарды жұмысқа жалдаушылар көзіне делмейді. Ертең, арғы күні сенбі, жексенбі қызметтен қолы бос жұрттың оны-мұны істерінің көбейетін күндері. Қомақты бірдеңеге ілігіп қалармыз. Қане, ұйқыңдаш бауырым. Нұрсейін бұған болар болмас жымиғанмен, осы араға келген сәттен бастап қайтадан өрши бастаған көңілінің бір түпкіріндегі сол мазалаң ойдан бәрібір ада-жұда айыға алмады. Зу-зу өтіп жатқан машиналардың арасынан кешегі ақсыр Ауди әне-міне дегенше жылт етіп көзіне шалынып қалатын сияқты. Кешегі дөң желкенің ұсынған ақшалы жұмысынан бас тартуға бір жолы бекініп келсе де, ол көңіліндегі әрі-сәрі еткен осы абыржуды баса алмады. Мұны Сейіткемел жаңа бұған бір қарағаннан аңдаған болатын. Бірақ Нұрсейін ішіндегі осы мазалаң дегбірсіздіктің жайын ақтарып, одан ақыл сұрағысы келген ойдан айнып, оған өзі сұрап жатпаса айтпауға бекінген еді. Ойы ойран асыр болған ол осы бір мезеттерде өзін іштей сабырға шақырып, қанша тыншығысы келсе де, тыншу таба алмады. Егер бұл төңіректен тез арада қарасын жоғалтпаса, мұның сол сұмдық тапсырмаға мойын сұнғаны. Ауди мінгендер келетті, әй-шайға қаратпастан оны алады да кетеді. Қайтсе де құтылады бұл пәледен. Бармаймын, жөніңе жүр деп безірейіп тұрып алса, бұған не істей алады? Ештеңе істей алмайды ғой. Ештеңе де істей алмайды. Өз жөнімен тұрған адамда жұрттың несі бар? Ол өз ойымен өзі болып, қасындағы Сейіткемелдің бар жоға бір сәт мүлдем есіне шығып кетті. Ей, бауырым, мен білсем, осы бүгін сенде дегенменде бір өзгеріс бар екен анық. Көңілің орнында емес. Байқайым, алаңдаулысың. Ол нендей? Хал басыңды қатырып тұрған? Ағаңның көмегі қажет болса айт, іркілме. Тіршілікте неше түрлі жағдайға кезігесін. Іс көмек болмаса да, ақыл көмектің керек болатын кездері болады, деді Сейіткемел оны арқасынан қапсыра құшақтап. Көше бойындағы тұрағында екеуден екеуі қалған осы оңашалықта Нұрсейін оған кешеден бері өзін әрі-сәріге түсірген басындағы халді түп-түгіл ақтарып айтты. Сейіткемел жас досының қамығулы әрі абыржулы сезім күйіне түсіністікпен қарап, әлденені ойын алғандай сәл үнсіз тұрды да кенет қарқылдап күліп жіберді. Ой, сен де қызықсың, соған бас қатырып. Есірткі саудагерлері дегендер өз көлеңкесінен қорқатын нағыз су жүректер ғой. Аулақ жүр, әйтпесе ұстаттырып жіберем десең, олар көрмегенім сен болсын деп, алды-арттарына қарамай безіп береді. Қорықпа, мен өзім-ақ оларды бұл араға ендігәрі жоламайтындай етіп үркітіп жіберем. Сейіткемел даусын нығырлап Нұрсейінді демей сөйледі. Тапжылмай осы арада күтейік. Мен білсем, олар тура айтқан уақытында келеді. Көрде тұр. Секе, олар сізді көрсе жоламауы мүмкін, өйткені әлгі тауарлары туралы әңгімені мен ғана білем ғой. Екеуміздің тұрғанымыздан сезіктеніп қалады. Одан да тезірек кетейікші бұл арадан. Пәлесінен аулақ. Қайда кетеміз? Қызық екенсің ғой сен. Сол сұрқияларға бола көше бойындағы жұмыс тұрағымызды тастап беземіз бе? Келсін, көріп аламыз әуселесін. Кетпейміз. Кетсе олар кетсін. Олар безсін бізден. Солай. Нұрсейін мінезі бір бетке Сейіткемелдің есірткі сатушылармен есеп айырыспай көңілі тыншымайтынына көзі жетіп, өзінің әлгі құпиясын оған айта салғанына өкінді. Енді оның бетін қайтарудың
мүмкін еместігін еріксіз мойындап шарасыз күйде Сейіткемелге тұнжырай қарады. Әй, сен өзің өңің қу шүберектей болып, әбден үрейің ұшып тұр ғой. Неменеге құтың қашып кетті? Сені нағыз ер жігіт пе десем, қорқақ барып тұрған қоян жүрек екенсің ғой. Өтетінің бар, неге келдің бұл араға? Келген екенсің, енді міз бақпай тұр. Қайдағы бір сұмырайлардан қарадай қорқып сүмірей ме? Өмір дегенің тек жүрегі шуақты мейірімді жандардың бір-бірін аялауы ғана емес, неше алуан пиғылдағы жосып жүрген адамдардың бір-бірімен қымқуыт күресуі, тіресуі, бірін-бірі алдап арбауы. Онсыз өмір болмайды. Мұндайдың да тезінен өту керек. Басқа түссе, ал қазіргі сенің сұрың күрескердің емес, боркемік ынжықтың кейпеті. Бүйте берсең, сен дұрыс әкеде болып жарытпайсың. Екпіндей қызулана сөйлеген Сейіткемел жейдесінің төс қалтасындағы темекіні іздеп, қолын шалбарының қалтасына бір салып, бір шығарды. Сондықтан бауырым, мығым бол. Ішкі абыржулы халден манадан бері айыға алмай тұрған Нұрсүйіннің жан дүниесін оның осы бір қатқыл сөздері осып-осып өткендей болды. Әкеде болып жарытпайсың деді-ау, не деген сұмдық, расымен де сондаймын ба? Мүмкін емес қой, мүмкін емес ондай болуым. Өз алдына осы сәтте жүзіндегі өзгеше бір жылылық мейірімен күлімсіреген өзінің күнімсаясы келіп тұра қалды. Қанша мұқтаж болсақ та, болашақ баламыз үшін, екеуміз үшін ондай сұмдық іске араласпа. Жолам оларға, жаным. Кетейікші ауылға. Өзіңнің сағынған далаңа кетейікші. Мына қатыгез қаланың сұмдығын көрмейікші деп, құлағының түбінен үздіге жалына сыбырлағандай. Алай-дүлей сезім арпалысына түскен ол, жүзі бір албырап, бір қуқыл тартып беймаза ойлардың құрсауынан шыға алмай тұрды. Тап осы сәтте бұлардың жанынан жүрісін сәл баяулатып өте берген ақ сұрау дейдің ішінен кешегі дөң желке мен оның жанында отырған полиция киімін киген сияқты біреуді Нұрсүйеннің көзі шалып қалды. Машина бұлардың тұсынан 5-6 қадамдай озыңқырап барып тоқтады да, ішіндегілер шығуға асықпады. Нұрсүйеннің өзінің жалғыз келуін күткен сыңайлы. Сейіткемел оған егін қағып, осылар ма дегендей сауалмен көз тастады да, машинаға қарай жүре берді. Тоқта, мен өзім сөйлесем олармен. Нұрсүйен даусын әнтек қатқыл шығарып, оны иығынан шалт тартып қалды. Бармайсың. Сейіткемел одан қапелімде мұндай оқыс мінезді күтпесе керек, бір сәтке аңтарылып қалды. Бұлардың әрбір қимыл қозғалысын бағып, тым-тырыс тынып отырған машина ішіндегілер екеуінің бір-бірімен іркіс-тіркіске түскендерінен сезік алып, кабинадан шығуға асықпады. Дөңжелке қасындағы лейтенант шеніндегі полиция серігіне, ал ол бұған енді не істейміз дегендей үрейлене қарады. Өз жағындағы алдыңғы айнадан ол екеуінің бір-бірімен әлденеге келісе алмай қызу сөйлесіп тұрғанын тағы бір шама бақылаған дөңжелке, қап, мына иттің қылығына я, деді жақ еттері бұлтың-бұлтың ойнап. Артына қайдағы бір құйыршықты ілестіріп алыпты. Істі насырға шаптырмаса болар еді. Лейтенанттың шарасынан шыға тесіреген томпақша көздерінде ызалы секем ұялап, екі елідей тайқымаңдайы қатпарланып жиырыла қалды. Сенімді адам деген сияқты едің ғой. Дөңжелке қасындағы полиция серігінің өзіне қитықтана, ызалы кейіппен қарағанына жыны құрыстап, шырт ете қалды. Ал, сенімді дедім, сенімді адам сияқты дедім. Сонда сені ертпей шығуым керек педі? Деді дөңжелке көмейіне булығып талған ашудың тығынын тарсатып. Сен не үшін керексің бізге сонда? Лейтенант көзі жыпықтап, жай ғана анықтап жатқаным ғой енді, деді қипалақтап. Анықтайтын несі бар? Бұл көшенің бойында тұрғандардың ілеуде біреу болмаса, ақшалы жұмыстан бас тартпау тиіс. Анадағы осы маңнан іліп алған жігітті өзің білесің, лыпып кеткен жоқ па? Аңшыңсыз орындап келді шаруаны. Ол болғанда, ол қайда? Қайда екенін білсем, мынаған күніміз түсер ме еді? Бұл көшенің бойында тұрақтап тұрмайтын біреу болып шықты. Өзі немесе оның қарасы бір жола батты. 3 күн бойы олайда, бұлайда өттім. Көре алмағасын танымай қалдым бекен деп, сол жолғы тауардың аман есен жетуіне бақылаушы болып, соған байқатпай ілесіп барған Нора Нағиманы шефтің ашына жай болып жүрген ана әдемі келіншегіші. Соны ертіп шығып, әрқайсының бетіне үңіліп қарағанмен, жол жиегін түгел тегіс сүздік. Ұшты-күйлі жоғалып кетіпті пәлекет, деді дөңжелке кәділгідей қынжылыс білдіріп.
Оның бұлай жоғалып кететінін білгенде, мекен тұрағын біліп алатын едік қой өзінен, дұрыстап сұрап. Ол жігітіңнің де онша сенімді адам болмағаны, деді лейтенант кекесінді шыраймен жеңіл ғана мырс етіп. Мұндай іске бір рет барып, қалтасына ақша түсіріп, жол болған адам, екінші ретке өзі тіленбесе де бұдан қашпайды. Ал оның желкесінің шұқырында көрсетпей, ұшты күйлі жоғалып кетуіне қарағанда, 1.000.000 берсең де сенің қамытыңа мойнын қайталап кигізуіне қорыққан. Қорыққасын енді бұл маңға жоламайды, сондықтан таба алмайсың оны. Кім білген, мүмкін солай да шығар, деді дөң желке иығын қиқаң еткізіп. Айтпақшы сол жолы әлгін таба алмағасын, әйелсің ғой, еркекті танисың, мыналардың қайсы сенімді таңдашы деген мен әлгі еркет отай Норасылуға. Оның таңдап тапқаны осы болды, енді қайтерсің, деді ол фуражкісінің маңдайлығын көзіне таман түсіріңкіреп. Бүлдіріп, бірдеңе істегендей болса, өзіне тарпа бас саламыз, көрсін сосын. Ал егер оның қасында анау ербиіп тұрған кездейсоқ адам болып, бәрі ойлағандай болса, оны көреміз. Алдымен барлау жасап қайтайын. Мәшиненің оң жақ есігін тарс жауып, бұған қарай туралап, маңдай алдынан шыға келген лейтенантты көргенде Нұрсейін сәл абыржып, қалт тұра қалды. Уәде бойынша дөң желкенің өзімен кездесу керек еді, әлде соның өзі полицияның адамы болып, кеше мұны әдейі осындай іске араңдатып, көшенің бойында жаланып тұрған есірткі тасушысы деп мұны ұстап алуға келді ме екен? Зың етіп басына қас қағымда келе қалған ойдан шошынған Нұрсейін алаң-құлаң етіп, не дерін білмей арт жағында келе жатқан Сейіткемелге бір, қарсы алдында бедірейіп сұп-суық жанарын қадап қарап тұрған полицияға бір жалтаңдады. «Я, жігітім, неге тоқтаттың мәшинені?» деді лейтенант даусын нығарлай шығарып. «Қандай қажеттілік болды бізді тоқтатуыңызға?» Лейтенант бұның арт жағында тықыршып тұрған Сейіткемелге мүлдем назар аударғысы келмегендей сыңай танытты. «Айтыңыз қане?» «Мен бе?» «Иә, сен, енді кім болушы еді? Қиқаңды ғой. Ойын ойнайтын адамым мен емес, жөніңді айт. Қане, неге тоқтаттың?» Өңмеңдеген әлгіге не айтарын білмей, сөзден тосылған Нұрсейінге иықтаса келіп қатар тұра қалған Сейіткемел: «Тоқта бауырым, сабыр ет. Сендерді ешкім тоқтатқан жоқ. Тоқтаған өздерің. Бұл бір. Екіншіден, мынаның сендерде ешқандай шаруасы жоқ. Басын қатырып, қайдағы бір жексұрын іске киліктіргелі жүрген өздерің». Сейіткемелдің абдырамай, саспай, нық қадап-қадап айтқан сөздерінен лейтенанттың адуыны сәл басылып, тым сенімді кейпі демде көлегей тартты да, тұтығын қырап: «Сен өзің кімсің, а?» деді. «Ал сен кімсің? Қой терісін жамылған қасқырмысың? Ондай болсаң, жөніңді тап, әйтпесе сендейлермен айналысатын нағыз полицияны қазір табан астында төбеңнен түсіріп, аяғыңды көктен келтірем. Көше бойында жұмысқа жалдануға тұрғандар ақша үшін қылмыс істейтін шетінен қызыл көздер емес, сендер ойлағандай». Сейіткемелдің даусы қатты-қатты шығып, оң қолының жұдырығын тастай ғып түйіп, заматта сілтеп жіберуден де тайынбайтын сыңай байқатты. Бұлардың өжіктескенінен істің насырға шаба бастағанын сезген дөң желке кабинаның артқы терезесінің жоғары жақтауындағы ілмекке ілінген пенжегінен кнопкалы қанжарын алып, шалбарының қалтасына сүңгітіп жіберді де сыртқа шықты. Есірткі сатушыларға бірер жылдан бері жалданып, астыртын қорғаншы болып жүрген темір жол көлігі полициясының лейтенанты сес көрсетемін деген айласы өзіне пәле болып жабысқанын көріп, кәдімгідей сасқалақтай бастады. «Тапа-тал түсте жала жапқанды мен сендерге қазір көрсетейін. Қойдың тойст қасқырдың, тойст қойдың терісін кімнің жамылған көрсетемін қазір», деп. Ол шолақ жең формалы сұр жейдесінің оң жақ омырау қалтасының ілгегін ағытып, куәлігін көрсетпекші болып, апыл-ғұпыл ебедейсіз қимылдап, сасқалақтап қалды. Сейіткемел оның сасқалақтап, шатасып сөйлеп, бейберекеті қашқан кейпетіне жиіркенішпен мырс етті. Мұны қолынан тартып кетейік деген Нұрсейінге тоқтай тұр деп, көзін қысып белгі берді. Осы мұрсатта бұлардың желке жағынан айналып қастарына қаны басына шауып тістеніп, ым-жымсыз келген дөң желке әй-шайға қарамастан Нұрсейіннің ту сыртынан сол жақ жауырының астына қанжарын тақап, кнопкасын басып қалды. «Ах!» деп ышқына ыңырсуға ғана әлдәрмені жеткен ол шалқалай барып сылқ құлады. Осының бәрі көзді ашып жұмғандай мезетте болғаны соншалық,
Сейіткемел өзіне қарай сермелген қанжарға оң қолын төсеп қана үлгерді. Қанжар білегін күре тамырдан орып кеткенін ет бұзумен білмеген ол, дөңжелкені іштен пәрмендей бір теуіп, екі бүктетіп тастады да, жан дәрмен ырғып барып жығылып жатқан Нұрсейіннің басын сүйей берді. Бауырым, Нұрсейін жан, өлме, шыда. Қазір докторға жеткізем. Нәлеттердің әуелі сазайын тарттырайын. Ей, тоқта, құтылмайсың қаншер. Ебіл-себілі шығып, Нұрсейінге не дәрмен көрсетерін білмей сасқалақтаған Сейіткемел білегінен шапшыған қанға қарамастан бүктетіле түсіп, ішін ұстаған дөң желкені мәшинеге сүйрелеп әкеліп, мінгізгелі жатқан лейтенантқа қарай сүріне қабына жүгірді. Тоқта, құтылмайсыңдар бәрібір. Дөң желкені Аудидің артқы есігінен ішіне қарай бүктей-мүктей итере салып, өзі алдыңғы орындағы рульге қарай ұмтылған лейтенантты екпінмен келіп иығынан қатты жұлқып үлгерген Сейіткемел өзін өзі тежей алмай, 2-3 қадамдай жерге барып, бір тізерлей сүріне құлады. Ол орнынан тұрам дегенше мәшинеге кіріп, есігін тарс шапқан лейтенант моторды от алдырып та үлгерді. Әбден қансырай бастаған Сейіткемелдің осы бір сәтте көзі қарауытып кеткен болатын. Орнынан тәлтіректей тұрды да, одан арғаға әл дәрмені жетпей сұлап түсті. Бірақ сол мезетте қайдан пайда болғаны белгісіз, орнынан ытқи қозғалған Аудидің алдын орай зу етіп келіп полицияның томпақша көк жолақты Volkswagені тоқтай қалды. Лейтенанттың арқасынан суық тер бұрқ ете қалды. Нұрсейінді кеш бойы және түнімен көзілмей сарыла күткен Күнімсая өзін қоярға жер таппады. Құрсағындағы кішкентай тіршілікте анасымен бірге тынышсыз күй кешіп, деміл-деміл тыпырши берді. Жайма шуақ кездегідей қытықшыл нәзік шыбыр емес, іші бауырын түйшіктеген қатқыл қимылдан жас ананың қабағы одан сайын кіреукелене түсті. Бірақ әрі-беріден соң көңілін жайлаған алаңдау мен жан дүниесін меңдеген уайымнан мұны да елең етпейтіндей халге жетті. Бір жамандықты, жайсыздықты сезгендей жүрегі тыпырши тулап аузына тығыла берді. Ендігі тілек үмітін таңның тезірек атуымен байланыстырды. Түннің меңіреу қараңғылығын сейілтетін күннің жарық нұры себездесе, жанын сыздатқан уайымнан бір жолата арылатындай, Нұрсейіннен де бір жақсы хабар келіп жетердей үміттенді. Тысыр еткен әрбір дыбысқа елеңдеген Күнімсая терезенің алдына қайта-қайта барғыштап, пердесін ысырып, қақпа жаққа көз жібереді. Енді шамалдан соң қазір бірер минуттан кейін қақпаны ашып, Нұрсейін кіріп келетіндей көрініп, кірпігін бір ілмеді. Нәресте болмысты анасының уайыммен жүдеп сарсылған халі тыншытпады. Көп қозғалып, құйттақандай аяқ қолдарының ұшын жыбыр-жыбыр еткізіп қимылы жиілей берді. Бойындағы лүпіл қаққан тіршілікті мазасыз күйге түсірген халден арыла алмаған Күнімсаяға жаздың қысқа түні шексіз ұзарып кеткендей көрінді. Қабырғадағы сағаттың әрбір тықылы құлақты тесіп жіберердей даң-дүң етіп тұрды. Жүрегінің дүрсілі осы бір мезетте сағаттың тықылымен жарыса соғып жатқандай болды. Терезені бозарта келген алакөлеңке мезгілде Күнімсая жеңіл шәлісін бүркеніп, есіктің алдына шықты. Безеріп, ашылмай қалған қақпа жаққа тағы да елеңдей қарады да, содан соң көршінің ауласы жаққа көз жіберіп, сүйкімді Әлішердің қылықтарын еріксіз есіне түсірді. Қасында Әлішер болғанда, мұншама мазасызданбай, аз да болса жұбаныш табар ма еді? Қазір ол екі беті бұлтиып, атасы мен әжесінің ортасында ұйқыға тәп-тәтті шомып жатқан болар-ау. Сол Әлішер сияқты балақайы болып, ол қасында томпиып, алаңсыз ұйықтап жатқанда, оған мына түннің мазасыздығы білінбестеді-ау, әттең. Ол уайым жеңген бейжай көңілін тербеген өкініш сезімі аралас қиялдан кенет селт етіп айыққандай болды. Тоқта, мен Нұрсейінді түнде жападан жалғыз күткенім жоқ қой. Менімен бірге менің мынау нәрестем күтті ғой. Күнімсая осы мезетте бүлкілі басылған құрсағын кең көйлегінің сыртынан сипалай ұстап, сәл тыншып алған нәресте болмысты алақанының табымен аялай қойды. Сен де күттің ғой, әкеңді менімен бірге түнімен ұйықтамадың. Қандай сезімталсың өзің? Құйттайым-ау менің. Күнімсая көңіліндегі алаңды да сәл де болса селкісі келгендей, құрсағындағы нәресте болмысқа іштей
елжірей мейірленді. Анасының мейірім сөзіне тым-тырыс тынып құлақ түрген құйттай тіршілік құрсақтың жып-жылы аясында тыншы жауып жата берген еді. Күнімсаяны зарықтырған таң күндегідей күлімдеп атпады. Тау өркешінен марғау көтерілген күн айналаны өңшең бір бозғылт күңгірт сәулелермен кіреукелендіріп жібергендей, күнімсая енді бұл арада жападан жалғыз қала алмайтынын айқын түсінді. Делсал болып езіліп, шаршағанына қарамастан ілбіп басып төменге қалаға қарай кетті. Күнімсая Нұрсейінді қайдан іздеп табарын анық білмесе де, ой болжамы оның үлкен көшенің бойындағы күндегі орнына бару, күнде сол жерде бірге тұрып жұмысқа шалданып серіктерінен сұрау. Екеуі оны мұны шаруалармен базарға 2-3 рет бірге барған сапарында Нұрсейіннің оған бір рет өзінің көше бойындағы сол тұрағын көрсеткені есінде болатын. Ұмытпаса, сол жолы серіктестерімен де таныстырған сияқты еді. Аялдамада қалаға қарай марғаулау жүретін жалғыз қоңыз автобусты күтіп тұруға шыдамы жетпеген ол, төменіректегі қозғалысы көп көшенің бойына барып, қалаға қарай ағылып жатқан жеңіл машиналардың бірін ұстап мінді. Жүргіншілер мен мәшиненің қозғалысы аз кезінде таксимен зу етіп, өзінің діттеген жеріне келіп түсіп қалған Күнімсая үлкен көшенің бойымен әуелі төмен қарай жүрді. Бұрын әр жерде 3-4-тен топ құрап, жұмысқа жалдануға тізіліп тұратындардың бірде біреуі жоқ. Көше бойы жым-жылас. Ол сол тұстан әрлі-берлі өткендердің бет жүздеріне алақтай қарап, олардың араларынан Нұрсейіннің серіктерін іздеді. Бірақ өзіне еміс-еміс болса да таныс көрінетін бейнелер көзіне түспегесін ол кері қарай жүріп, көше бойымен жоғары көтерілді. Осылайша аяғы салдырап талғанша, ерсілі-қарсылы жүріп, әлдәрмені әбден құрған ол жақын маңнан тізе бүгетін орын қарап еді, оны да таба алмады. Көшенің қиылысындағы 5 қабатты сұр үйдің бұрышында, жүргіншілер жолының жиегінде шекілдеуік, аршылған жер жаңғақ, құрт сияқты оны мұны сатып отырған кексе әйел, манадан бері осы маңайдан әрлі-берлі айналып кетпей жүрген аяғы ауыр жас келіншектің әлденеге алаңдаулы кейпін үнсіз аңдап байқап отырғанды. Өзінің қасынан айналып өтіп бара жатқан мұны ол: «Қызым, біреуді іздеп күтіп жүрген сыңайлысың ғой сірә. Өзің аяғың ауыр, жағдайлы екенсің, шаршап аяғың талды, кел. Бір мезгіл менің орныма отырып, сәл деміңді ал», деп қасына шақырып, орнынан тұрды. Күнімсая зорлана күлімсіреп, басын шайқады. «Отыра беріңіз, апа, онша қатты шаршағаным жоқ». «Ей-бай-ау, қарғам-ау, шаршағаның жүзіңнен көрініп тұр ғой. Өзің тура менің қызым сияқты нәзіктеу неме екенсің. Отыршы келіп. Менің отыра-отыра аяғым үйіп қалды. Түрегеліп, белімді жазайын кішкене». Шарасы үлкендеу көздерінен мейірім нұры төгіліп тұрған, әжімі мол ашаң жүзді әйелдің жылы шырайынан Күнімсаяның жүдеу көңілі сәлде болса жұбаныш тапқандай болды. Ол өзі отырған кішкентай орындықшаны босатып беріп: Кел отыр, қысылма балам, отыра ғой», деп бәйек болып жатты. «Аяғың әбден талған шығар өзі. Қап, сен осы түріңмен соншама күттіріп несі бар еді түге?» «Апау, өзім ғой оны, жолдасымды іздеп жүрген», деді Күнімсая даусы азырақ дірілдеңкіреп. «Кеше кешке келмеді, түнімен күттім. Осы арада жұмысқа жалдану үшін көшенің бойында тұратын еді. Бүгін ешкімде көрінбейді. Жұмысқа жалданатындар әлде орындарын ауыстырып жіберді ме екен?» «Қызым-ау, кешеден бері оларды милиция қуалап көшенің бойында тұрғызбай жатыр ғой. Кеше сәскеге таман тапа-тал түсте, дәл осы арада ойбай-ау, не дейін саған? Құлдығым-ау, жаманаттың бет аулақ, басқа біреулер шығар». Кексе әйел Күнімсаяның сұп-сұр болып өзгеріп сала берген жүзіне бір сәт үрейлене қарап, сөзінің аяғын көмейіне құмықтыра, тілін тістеп, кілт мүдіріп қалды да: «Өндірдей бір бала мен бір жігітті, мәшине мінген жүліктеріме, адам өлтіретін қаншелерме бір зұлымдар келіп, сойып кетті ғой. Қан жосасын шығарып, екеуі де бейшаралар қазақтар екен. Біреуі тіл тартпай кетіпті, екіншісі де ес-түссіз, бірақ тірі екен десіп жатты. Заман не болып жатыр? Адамды тапа-тал түсте өлтіре салу дегенің, шегірткен аяқпен езгілей салып, жайбарақат жүре берген сияқты түкте болмай қалды», деді де кемсеңдей сөйлеп. «Қан шерлер-ай, аямады ғой. Күнін зорға көріп жүрген сорлыларды адамнан туып, ананың ақ сүтін ішті ме екен дейсің?
сол қарғыс атқырлар. Екіншісі, біреу тірі ме екен деуге ғана шамасы келген күлімсая боп-боз болып орындықшадан сылқ етіп құлап түсті. Кексе әйел көшені басына көтере зарлап қоя берді. Құлдығым-ай, байғұсым-ай, не болды саған деп оның басын сүйеп, сасқалақтап жан-жағына алақтай қарады. Қайсың барсың? Адамдар-ау, көмектесіңдер! Су! Бетіне су бүркетін су керек! Сол заматта әйелі еркегі бар төңіректен жиналған 4-5 адам оларды жан-жағынан қаумалап, абыр-сабыр болды да қалды. Не сұмдық бұл? Қарғыс атқан жер болды ғой бұл. Кешегі анау 2 адамның қанжоса болғаны сұмдық-ай, сұмдық. Жап-жас екен, аяғы ауыр, шаршап талықсып кетті ме екен? Жиналғандардың арасынан жасамыстау бір ер кісі көшенің арғы бетіндегі дүңгіршікке барып дүкеншінің жалға беріп тұрған телефонынан жедел жәрдемге хабарлады. Бір жас әйел бұрыштағы үйдің бірінші қабатындағы бір пәтерден оның бетіне бүркіп, аузына тамызатын су әкелді. Өзінің не күйге түскенінен бейхабар күнімсая есін бір жиғанда, жан-жағынан қаумалап тұрған орыс қазақ аралас бейтаныс адамдарға көзі түсті. Басын сүйеп отырған кексе әйелге қарап, әлсіз ғана «Апатай, әлгілердің біреуі тірі қалды дедіңіз бе?» деп жыламсырады. Менің Нұрсүйінім шығар, бәлкім тірі қалғаны. Соның өзі шығар тірі қалған. Жазған басым, неге айттым екен саған бұл сұмдықты? Жаманатты өзіңе шақырып не болды саған? Басқа біреулер шығар сорлап қалған. Қала толы қарақұрым жұрт. O нес? Өзіне жаманат шақырып есіңді жи. Жедел жәрдем мәшинесіне дейін қолтығынан сүйеп, демеп апарған әлгі кексе әйел оны жұбатумен болды. Күнімсаяға ол осы мезетте ауылдағы анасын есіне түсірді. Ол да осындай тым сезімтал, адам баласын аяғыш, жан мейірімі көзінің шарасынан мөлтеңдеп төгіліп тұрушы еді. Мәшинеге мінерде Күнімсая оның бетінен сүйіп, «Рахмет, апатай» деп өксіп-өксіп жылап жіберді. Сізге жылауға, ренжуге болмайды. Жасана, өзіңіздің болашақ нәрестеңіздің жағдайын ойлаңыз. Сүйкімді жүзді дәрігер үлбіреп тұрған жап-жас орыс әйел оны қолынан сүйемелдей ұстап, мәшинеге отыруын өтінді. Өксікке булыққан Күнімсаяның көзі алды жастан буалдыр тартып кетті. Осы бір сәтте құрсақтағы нәресте болмыс өз тіршілігінен хабар беріп, тағы да бүлк-бүлк етіп қозғалысқа түсті. Анасының жанын жүдеткен уайым кешелі бері оған да деміл-деміл маза бермей, қол-аяғын бір жазып, бір бүгіп тыпыршумен болды. Бір уақыт сәл тыншығысы келгендей күйге еніп, маужырай бастаса өн бойын түршігіске түсіріп, мазалаң дірілмен тітерініс толқын-толқын соғып өтеді де, оны еріксіз селт еткізеді. Осыдан азырақ қана бұрын дем тынысы тарылып, тән өзегіне жып-жылы болып келіп тұрған нәрлі сөл, үздік-создық іркіліске түскен кезде, нәресте болмыс аузын қатты ашып, ышқынып қалды. Бұл өзі көзді ашып жұмғанша ғана сәтте болып өтіп еді, артынша жып-жылы да жайлы тыныс өзінің үйреншікті қалпына түсті. Алайда сол діріл, сол тітерініс толқыны мезгіл-мезгіл жиілеп, оның аяқ-қолы еріксіз тырбаңдап мазасыз күйге түсе берді. Нұрсейіннің қайғылы қазаға ұшырағанын перзентхананың емдеу бөліміне түскеннен кейін 3 күннен соң естіген Күнімсая жүрегін кеудесінен суырып алғандай болған зіл батпан қасіреттің соққысына сансырай күйреді. Мына жарық дүниенің нұры семіп, ол үшін өмір өзінің барлық мән мағынасынан айырылғандай болды. Алғашқы күндері көз жасын суалта көп жылаған ол, бұдан соңғы көп-көп күндер бойы мезет-мезет көкірегінен жалын ата күрсініп, құр өкси берді. Кереуеттен тұрмай бір апта бойы сүлесоқ болып жатқан ол, құрсағындағы нәресте болмыстың өміріне қауіп төнгенінен бейхабар еді. Көз ашса да, жұмса да көрінетін Нұрсейін. Оған қарап жымия күліп тұратын Нұрсейіні, ол өзінің бұдан былайғы кезде Нұрсейінсіз кешетін ғұмырын ой санасының қисынына сіңіре алмады. Тіршіліктің түйіні шиі байланып жанындағы бар асылы тоналып, кеудесін желкеулеп кеткендей сансыраған күй кешті. Айналасындағыларға көзін сүзіп құр қарағаны болмаса, көңілінің жайлауынан ел көшіп, құлазыған ол ештеңеге де, ешкімге де елең етпеді. Тұнжырап, сұлық жатқан Күнімсаяның жай күйінен бейхабар перзентханаға осы палатаға кеше ғана келіп түскен, аузынан әлі уыз сүті кетпеген
Студент қыз бұған өз мұңын айтып, ебіл-себіл жылаумен болды. Апатай, енді қайтерін білмеймін. Әкесіз баланы қайтіп туам. Мені үлкен қалада оқу оқып жатыр деп мәз болып жүрген әке шешеме, ағаларыма не бетіммен қараймын енді. Бүйткенше құрып, жоқ болғаным жақсы еді дейді, жылай-жылай қызарып, ісініп кеткен көзінің жасын орамалының ұшымен сүртіп. Не істеймін, апатай, ақылыңызды айтыңызшы маған. Менен гөрі өмірден көрген, түйгеніңіз көбірек қой, айтыңызшы. Күнімсая жанын жегідей жеген ащы өкініштің шарасыз өксігіне булыққан қызға тым-тырыс тынып, аянышты көзбен қарап жатты. Неге әкесіз бала? Әкесі қайда оның? Неге жылайды? Мұның да басындағы хал менікі сияқты болғаны ма сонда? Деген сияқты ой сауал көмейіне келіп тұрса да, бірден айта алмай іштей мүдіре берді. Экологиялық апат аймағынан арал жақтан келген бұған дейін 2 нәрестесі өлі туған, енді 3-ші нәрестесіне айы күні жетіп отырған жас шамасы 30-дардағы аялы үлкен көздерін мұң қамаған Зағия деген ақторғын келіншек қабағындағы кейістікті жасыра алмай, студент қызды жұбатудың орнына даусын қатқылдау шығарып ұрсып тастады. Сүлдері жатқан сенсіз де, өз қайғысы өзіне жетерлік адамның мазасын алма, құр бекерден жыламсырап. Баланы туғың келмейді екен, абыройыңды сақтамадың ба ақымақ болмай? Ендіге әкесіз баланы қайтып туамын деп, қайсымызды жағалап ақыл сұрағаның, қайсы асқаның? Күнімсая қабағын болар болмас қана шытып, онсыз да шарасыздықтың тығырығына тіреліп, өзінің адамдық тіршілігінен айнып, безінгелі отырған байғұсты аяусыз жәбірлеген сөзден арашалағысы келді. Жылама, жаныңды қинаған ауыртпалықтың бәрі де бір күнгідей болмайды, өте шығады, деді. Оны нәп-нәзік саусақтарын жайменен ғана қысып қойып, әйтеуір әкесі оның тірі ғой, түбінде ерте ме кеш пе ол сенен туған өз баласын табады. Табуға тиіс. Апатай, мен баламен оның әкесі туралы айтып отырғаным жоқ. Өзім қайтем. Некесіз бала туып, ата-ананың, ел-жұрттың бетіне қалай қараймын деп отырғаным жоқ па? Перзентхананың босанар алдында жататын осы палатасына жұрт көзінен мына сиқымды бірер апта болса да жасыру үшін түсіп отырмын ғой, шынымды айтсам, деді студент қыз жыламсырап. Сіз маған әкесі баласын табады дейсіз, қайдағын айтып. Ой алла, мынау нағыз безбүйректің өзі ғой. Сұмдық-ай, сұмдық. Мұның ойлағаны ешкімнің алдында жазығы жоқ. Бейкүнә нәрестесі емес, өзінің ғана абырой екен ғой. Баладан безіп сақтаған абыройым кімге керек сенің, сорлы бейбақ, деп күйінді Зағия. Тірі туатын балаға зар болып, мен сияқты етегің жасқа толса, көрер едім түкке тұрмайтын жалғыз абыройыңды ойлап безектегеніңді. Зағияның қатқыл сөздерінен кейін студент қыз өкси жылап, төсегінен басын көтермеді. Палатаның ішін ауыр үнсіздік басып, әркім өз ой мұңымен оңашаланды. Бұның да бақытты ана болғысы келеді, әйтпесе баладан безінетіндей жүрегі қара тасқа айналып кетті деймісің, деп аяды оны қабағы түсіп тұнжыраған Күнімсая. Тағдырдың төтеннен тиген соққысын көтере алмай езілген өзі сияқты мұңлық қой бұлда. Безбүйрексің, сорлысың, бейбақсың деп жанын жаралау қандай әділетсіздік, қандай қатыгездік болса да, тірі нәрестесін көруге зар, аналық, әйелдік сезімін күйік шалған Зағияны да түсінбеске лаж жоқ қой. Жаңағы мейірімсіз сөздерді ол жүрегі қан жылап тұрып айтты. Оның соңғы үміті құрсағындағы 3-ші перзентінің жарық дүниеге көзін ашып тірі келуі. Сол үмітінің қылдырықтай жібін үзіп алудан үрейлі ананы қайтып аямazsың. Сен оған ренжіме, мұңлық сіңлім. Студент қыздың қасында жанары жасқа шыланып мұңайып отырған Күнімсаяның әбден өңі қашып жүдеген кейпінде көлегейленген ауыр аяныш Зағияның жүрегін шым еткізді. Күні-түні жан дертін ішіне тұншықтырып, опат болған жан жарының қайғысына езілген байғұс-ай, біреудің мұңын өз мұңындай қабылдап, қабырғасы қайысып отырған қараш. Мені қатыгездеп іштей айыптап та отырған шығарсың, білем. Қайтейін енді. Мына торға түскен торғайдай шырылдаған бейбақтың халін түсінсем де, өзегіне байланған анау құйттай тіршілікті тәрк еткендей, сөзін естігенде төбе құйқам шымырлап кетті. Ананың аузынан шығатын сөз бет сол, жан айқайымның көкірегімнен қалайша шыққанын өзімді білмей қалдым. Менің ана болғым келеді, құрсағымды бүлкілдеткен нәрестемнің ішімнен іңгәлап тірі шыққанын көргім келеді.
Соның жолында сарығып, үшінші мәрте бір құдайға жалбарынып отырған менің де халімнің жетісіп тұрғаны шамалы. Мен де аяушылыққа зәрумін, менің де жұбанғым келеді. Мен үшін жұбаныш тірі көретін перзент. Ал сол тірі көретін перзентін ойламаған мына бейбаққа басқа жұбаныш керек екен. Абыройын сақтап қалатын жұбаныш керек екен. Бұған қайтып шыдарсың? Жүрегі бар, санасы ояу адам мұндай өрескелдікке шыдар ма? Дәрменсіздіктен қалтыраған байқұс қыздың түрін көріп, мүсіркесем де көлгірсе алмадым, өтірік жұбата алмадым. Мына мұңлық та оны жұбатар сөз таба алмай қиналып отыр. Қазір оны жұбатудың керегі де жоқ. Бәрібір ешбір сөз оған жұбаныш бола алмайды. Оны іңгәлап дүниеге келетін нәрестесі ғана жұбатады. Тек соған жету керек оның. Тіршілікте ана болудан асқан жұбаныш жоқ екенін қайдан білсін байқұс. Студент қызбен Күнімсаяға қарап отырып өз мұңының тұрғысынан ой кешкен Зағия көңілі босап, ерні дірілдеп кетті. Көзінің жасын, әлсіздігін көрсеткісі келмей, жүзін әрі беріп, қабырғаға қарай аунап түсті. Жылай-жылай көзі қызарып, басы мәңгірген студент қыз сұлық жатты. Босанатын кезі таянған сайын, аласұрған жанын қоярға жер таппаған ол, осы қиналысын түсінер тірі пенде болмағанына налыды. Кешегі күнге шейін, осы кезге дейін, сенсіз қалай ғұмыр кешіп келгенмін деп ғашық болып елжіреген жігіті, шет тілдері кафедрасының оқытушысы, бұларға лекция оқып жүрген ағайы. Бұл осындай жағдайға душар болған кезде, үйленем, маған сенен басқа ешкімнің қажеті жоқ, баланы алдырма деп, өзінің оған берілгендігін, сүйетіндігін одан әрі дәлелдеген болатын. Бірақ жеме-жемге келгенде, бұның айы күні жеткенде шамағда осыған дейін айтқан барлық сөзінен айнып шыға келді. Енді міне, көз жасын булап, қасындағы мына елдердің бет жүзіне жалтаңдап отырған халі мынау. Мені ауыр-ауыр сөздермен жәбірлеген қабағы кірбеген келіншектің жүрегі жүрек емес, тас болар ау сірә. Ал анау жүзі сынық, көздерін мұң қамаған тәтей мені әлгіден арашалап, жұбатқысы келгенін сезіп жаттым. Сезіп жатып, тым сезімтал, тым жасқаншақтаған оның өзін осы мезет бір түрлі аяп кеттім. Байқұстың басына түскен қандай қайғы екен, көздері тұнжыр, жүзі жабырқау. Оның да құрсағындағы нәресте тастандының кебін киген әкесіз бе екен? Қалай болғанда да жүрегі жаралау жан өзі. Сөйтіп жүріп маған аяныш білдіретінін қайтерсің? Біреудің мұңын өз мұңындай қабылдамаған, аяушылық сезімі мұқалған адамның төрт аяқты мақұлықтан айырмасы қайсы деп отырушы еді апам әлдекімдердің қайырсыздығын, қаталдығын көзімен көргенде. Ал мейірбан, аяғыш адамдарды ол үнемі нұры тасыған, пейіштің төріне шығатын жандар дейтін еді-ау. Мен аяған, мені жұбатқысы келген мына тәтей де нұры тасыған, пейіштің төрінен орын алатын жан болар-ау. Үнсіз аяғанның өзі маған анамның аялап жұбатқанындай әсер еткенін оған қайтып айтсам екен, менің де жүрегімнің тас емес екендігін қайтып білдірсем екен оған. Палатаның әр бұрышында тоң-торыс, үнсіз жатқан үш ананың жан дүниесіндегі әрқилы сезім аласапыраны құрсақтағы бейкүнә нәресте болмыстарды мазасыз күйге түсіре берді. Өзек тамыр арқылы деміл-деміл жеткен тітеріні соларды жайсыздандырып, тыншу таптырмады. Қозғалыс қимылдары әнтек жиілеп, құрсақтағы аядай әлемнің ішін тарлық ете бастағандай болды. Күнімсая соңғы күндері өзі осында түскелі, өз басының қайғысымен өн бойындағы өзге ауыртпалықты есінен мүлдем шығарып жібергендей де еді. Нұрсүйенін сәт сайын ойлап, күрсініске түскен ол құрсағындағы тіршіліктің бұл белгісіне бұрынғыдай елжірей де алмағаны ақиқат болатын. Енді кешелі бері оның көңіліне өзгеше бір алаң еніп, мазалаң күйге түсті. Нәресте болмыстың қимылдауы азайып, жайбарақат тыншуынан секем ала бастады. Өзінің сәл толқып, абыржыған мезеттерінде қос бүйірін бүлкілдетіп тыпырши жөнелетін құйттай неменің тым-тырыс тына қалғанын Күнімсая осы күндері айрықша сезінумен болды. Бүгін әдеттегі таңертеңгілік тексеру кезінде емдеуші дәрігер толықшалау келген әдеміше ақ сары келіншек Күнімсаяның екі жағы суалып, бозарып, қан сөлсіз қушиған бетіне, шүңірейген көздеріне қайта-қайта қарағыштап, аяушылық та, алаңдаушылық та білдіре сөйлеп, басын еріксіз шайқай берді. Қайғыға өзіңді бір жолата жеңдіріп бұлайша езіле берсең,
Нәрестеңнің аман есен тірі тууы екіталай, деді ол қаупін жасырмай. Тірі адам тіршілігін жасау керек. Ендігі жерде дүниеге келер нәрестеңіздің жағдайын ойлаңыз. Оны келешекте асырап, өсіру үшін өзіңнің де денсаулығыңды сақтауды ойла. Қазір сен алдымен өзіңнің, сосын құрсағыңдағы адамның тірі қалуына жауаптысың. Осыны жадыңда ұстап, қайғы, уайым дегендерден серпілуің қажет. Мұның жай-күйін түсініп, үнемі жұбатумен болған дәрігер келіншек салдырап, титықтаған Күнімсаяға бүгін шындықты күлтелектемей тура айтқан болатын. Осы сәттен бастап ол өзінің жалғыз еместігін, бойында тағы бір тіршіліктің, нұрсейіннен қалған перзенттің құйттай жүрегі өз жүрегімен бірге соғып жатқанын бүкіл жан дүниесімен, аналық сезім түйсігімен егіле сезінді. Сезіп қана қойған жоқ. Жүрегі аттай тулап, жан ұшыра өрекпіді. Құрсағында нәресте болмыстың, Нұрсейіннің қапияда үзілген ғұмырын жалғастыратын перзенттің жүрегі лүпілдеп соғып жатқанын қалайша есінен шығара жаздаған. Күнімсая қос алақанымен едәуір ұлғайып қалған ішін сипалап, көзін жұмған күйі іштей күбірлеп, құрсағындағы нәресте болмысты аналық ең мейірімді сөздермен аялап, аяп жатты. Кішкентайым, нәрестем менің, тынши алмай жатқаныңды, менің күйзелісімнің сағанда әсер етіп жатқанын білсемші, мен байқұс. Жыламашы, жыламашы жаным, бүпітайым, маңдайыңнан сипайын, көздеріңнен сүйейін мөлдіреген, өзіңді көре алмай кеткен, өзіңді осылай талай рет алақанымен сипалап сезініп, соншалықты елжіреп жақсы көрген, дүниеге келуіңді күткен, әке болып мейірленуді армандаған әкең үшін өмір сүруіміз керек екеуміз. Осыны түсінші. Сені өзім тірі тұрғанда ажалдың шеңгеліне бермеймін, шетінетпеймін. Сен жарық дүниеге тірі тиіссің. Әкең үшін, анаң үшін, және ең бастысы, адам болып өмір сүруің үшін. Естисің бе, бөпетайым, бөбегім? Өзіне кереметтей, етене алақанының өзгеше бір қызуын, жұмсақ қозғалысын қызыл шақа нәресте болмыс бүгін, осы бір мезеттерде бүкіл жүйке тамырымен, өн бойымен ала бөтен түйсініп сезінді. Мәйегіне шымырлай сіңетін нәрлі сөл бүгін, осы сәтте толассыз шүмектей жөнелгендей болды. Ол әлденені тас қылып ұстағандай құйттай алақандарын қауыштырып, ана өзек арқылы ішке, кіндік тамырымен тараған ана сөлінің дәмін сезіне тұшынып, дүниедегі ең мейірімді сөздердің әуезіне құлағын түріп, әлдиленіп жатты. Нәресте болмыс толысқан сары күздің осы бір мамыражай күндері анасы арқылы берілген тіршілік қуатын серге қабылдап, енді өзіне беймәлім ортаның құрсақ аясында емес, жұтатын ауа тынысы, әсері бөлек дүниенің аясына шығатынын сезінгендей, қол аяғын дамылсыз қимылдатып, ширығысқа түсе бастады. Ішін бүріп, жүрегін төмен суырған, бүкіл дәнін сыздатқан сырқатты хал, толқын-толқын оралып, бірде қатайып, бірде саябырсып, Күнімсаяның өн бойын салдыратып тастады. Бұл нәресте болмыстың құрсақты тастап, жарық дүниеге шығуға ұмтылған, тіршілік ету үшін жасаған алғашқы қимыл қозғалыстары болатын. Толғақ қанша ауырсынғанымен өзегін шарып шыққысы келіп бұлқынған перзентінің қимылы Күнімсаяның аналық ыстық та ынтық сезімін елжірете оятып жатты. Бөбегім, бөпетайым менің. Жанымды безілдетпей тезірек шықшы, тезірек көрінші көзіме. Сені сағынып, толқып күтті анашың, естимісің мені? Кештен басталған толғақ түн жарымына дейін бір бәсеңсіп, бір күшейіп, өн бойын салдыратып, әлсіретіп тастады. Деміл-деміл қасына келіп, тамырын ұстап, ара-тұра укол салып, әбден әуреге түскен акушер дәрігер шаршағанын білдірмей, мейірім ұялаған ашық жүзін жарқыратып, бұған күлімсірей қарайды. Азырақ шыда енді. Бәрі де жақсы болады. Адамның дүниеге келуі міне осылай, оңай емес. Тұла бойыңды қыспай, буыныңды боста. Мінекей жақсы. Дәрігердің биязы үніне әддиленген Күнімсая бір мезет қиналып қысылғанын ұмытып, жеңілейіп қалғандай болды да, көзін жұмып, балбыр ұйқының ләззатына берілгісі келді. Ұйықтама. Жарық дүниеге перзентің келе жатқанда қалайша ұйықтайсың? Оның іңгәсін алдымен анасы, сен естуің керек, қалғыма, дейді дәрігер оны сөзбен сергітіп. Қазір енді көп ұзамай таңды атады.
Жарық кезде шыққан күнмен бірге дүниеге келген сәбидің өмірі шамшырақтай жарық болады деген халықтың сенімі бар. Естіп пе едің? Күнімсая басын шайқады. Марқұм анам айтушы еді мұны, деді дәрігер әйел езуіндегі әдемі жымиыспен. Перзентханадағы жұмысымнан сен сияқты аналарды таң алдында немесе таң әбден атқанда босандырып, үйге шаршап шалдығып келген кездерімде мені көзімнің шырымын алмай күтіп отыратын кейуана Мәруаш, кіндігін кескен перзентіңнің ғұмыры таңның нұрындай тұнықта жарық болады екен, құтты болсын дейтін балаша мәз болып. Неткен ғажап сенім. Күнімсая таңды күтті. Сәбиінің іңгәсін таңның нұрлы шапағы күлімдеген кезде ғана естігісі келді. Ғұмырың жарық болсын құлыншағым. Таңды күтші. Арайлап ататын таңды күтейік екеуміз. Өмірге күннің жарығын құшып келші бөпетайым. Әкеңнің ерте сөнген жарығын сен қайта жақшы. Сенің жарығыңа қуанып, нұрланайыншы кішкентайым ғана. Күнім, таң атсыншы нұрланып. Сенің шап жарық болар ғұмырыңның алғашқы таңы. Нәресте болмыс Күнімсаяның толғанған аналық жалбарыныс тілегін түйсініп, сезінгендей көп бұлқынысқа түспей, тағы бірер мұрсат тыншып қалды. Мені естіді, мені тыңдады, ақылдым, бөбегім. Таңды күтеміз енді, таңды күтеміз екеуміз. Өзінен өзі жымиып жатқан Күнімсая таңға, ала көбең шақтың бозғылт жарығына көмкерілген терезеге еріксіз қарай берді. Көкжиектен шеңберін жаңа көтеріп келе жатқан күннің шапағы перзентхананың абажадай терезелерін енді арайландыра бастаған кезде нәресте болмыс өзін жаратып түзеген, айлар бойы тіршіліктің нәрін үзбей берген ана құрсағының ыстық аясын тастап, жарық дүниенің жүзіне қарай сусып шықты. Болмашы ғана қыңқ дей түсіп, сәл ышқынып барып тына қалған әлжуаз дыбыстан кейін іңгәлап шыққан үнге аралас осы мезетте: «О, құдірет! Естимін, анашым, құшағыңдаш, мен келе жатырмын, ұлыңды бауырыңа ал» деген сәбиінің сөздері Күнімсаяға ап-айқын естілгендей болды. Ұлыңыз құтты болсын, ғұмыры нұрлы да жарық болады екен. Түн ортасы ауғанша қасынан бір қадам ұзамаған дәрігер келіншек кіндігі шыбалып қол-аяғы тырбың-тырбың қыбырлаған қызылшақа сәбиді жас ананың кеудесіне жатқызды. Кеудесін құшып, құйтақандай көздерін болар-болмас қана сығырайтып, ашып жапқан перзентін тұп-тұнық жанарымен күлімсірей аялаған Күнімсаяның тән бойына тәтті діріл шымыр-шымыр етіп таралды. Жарық дүниенің үстінде әкесіз өтетін ғұмырының алғашқы сәттерін бастаған нәрестенің жүрегі анасының мұңлы да қаяулы жүрегімен жарыса үндесіп, лүп-лүп соғып жатты.